Күндеріңізге сәттілік болсын. Бүгін біз сіздермен бірге қазақ халқының ұлттық тәттісінің бірі тұщы майлы құртымызды дайындап үйренеміз. Ол үшін бізге міндетті түрде түйенің сүті қажет болады. Осы уақытқа дейінгі салған видеоларымда сауыным бар деп айтушы едім. Сол тіршіліктің ауыл өмірінің бір ғана шетін түсірейін деп арнайылап осы видеоны түсіруді жөн көрдім. Яғни бүгінгі тәттіміз үшін түйенің сүті қажет болады. Түйені сауып, сүтін сүзіп қазанымызға құямыз. Және де құртты дайындау үшін міндетті түрде ащы қою шұбат қажет болады. Сол ащы қою шұбатымыздан сүтімізге қосып, барлығын араластырғанда 30 литр тұщы шұбатымызды қайнатып, қазанымыздың астындағы отын күшейтіп, қайнатып, кепкірдің көмегімен араластырып тұрамыз. Құртымыз қайнаған сайын қоюлана береді. Кепкірдің көмегімен тоқтамастан қазанымызды қырып тұрып араластырамыз. Және де құртты қайнатқан кезде міндетті түрде сақтық шараларын сақтаймыз. Құртымыз қоюланған сайын өте қатты бүркілдеп осылай атқылайтын болады. Өте қатты ыстық болады. Міндетті түрде кепкірдің көмегімен араластырып тұрып, осындай қоюлыққа жеткен кезде отымызды баяулатамыз. Және де қоюланған кезде үстіне секерімізді қосамыз. Мен бұл жерде 30 литр шұбатқа 4,5 кеседей секер қостым. Енді әркім өзінің татымына қарай қосса болады. Тұщы ұнаса көбірек қосамыз. Егерде қышқылдық дәм берген қаласаңыздар, онда азырақ қосып, араластырып жіберіп дәмін қарасаңыздар болады. Құртымызды тоқтамай, секерімізді қосқаннан кейін де тоқтамай қайта араластыра береміз. Жан-жағында жабысып қалған құрттарды қасықтың көмегімен түсіріп, барлығы бірдей дәм беру үшін араластырып, қайта қасықтың көмегімен түсіріп, ортаға жинап араластырып отырамыз. Құртымыз суығаннан кейін, қазанымыз суығаннан кейін, осылай видеода көрсетілгенде етіп қазанның жан-жағына жағып тастаймыз. Және де ішіндегі құртымыз толық суыған кезде кепкірдің көмегімен қырып алып, пакеттерге салып, тоңазытқышта сақтасаңыздар болады. Осы майлы құртты дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Және де осы каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, ақ мол болсын.